07 айды қалай өткізгеніміз туралы бөлісетін боламын. Қыздармен кездесумен басталды, сағынысып бәріміз көріскен болатынбыз. Осы 2-ші айда не туралы жасайтынымызды алдын ала талқылап алдық. Витаминдерімізді ары қарай жалғастырып ішіп, сонымен қатар «Атомные привычки» деген кітапты оқитынымыз туралы анықтап алдық. Таңда ерте тұрып, таңғы серуенге шығуды да ұмытқан жоқпыз. Таңда ерте жүруді 25 күнге дейін орындадым. Күнделікті Каспидегі заказдарымызды жіберіп отырдық. Сонымен қатар осы айда жәрмеңкеге қатыстық. Омафест ұйымдастырған. Қалай қатысқанымыз туралы, қандай болғандығы туралы барлығында алдыңғы видеода бөлісіп өткен болатынмын. Сонымен қатар сториста да бөлістім. Апай заказ берген тортпен Макосидің туған күнін атап өткен болатынбыз. Жасы 13-ке келді. Сонымен қатар өзімнің мамам мен бауырларымды Меккеге құлшылық жасауға шығарып салдық, және де Мекемтас бауырымды үйде алып қалған болатынбыз. Мамалар келгенше деп осы айда біз есте қалатындай көкжайлауда барып демалып қайттық. Қонып ночевкамен өте керемет өтті. Бұл туралы да стористерде пост